Ассалаумалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Бүгінгі бейнеблогымыз Жамбыл облысы Талас ауданы Жарал ауылының солтүстік батысында 35 шақырым жерде орналасқан ежелгі әскери бекініс саналатын Ақ Кесене мұнарасы жайлы болмақ. Құрметті арнамыздың көрермендері, бүгінгі тарихы тереңде жатқан Ақ Кесене бекінісі жайлы бейне блогымызды соңына дейін көріп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Жалпы осы Ақ Кесене бекінісін көру үшін оған барар жолдың қиындығын ескере отырып, және жергілікті жердің жолын білмейтіндіктен біз осы сапарымызға Сарысу ауданы Түгіскен ауылының тұрғыны Мейірбек ағамыз бен Талас ауданы Үшарал ауылының тұрғыны Мәди ағамызды арнайы жол серік қып, жол көрсетуші ретінде сапарымызға бірге ала шықтық. Сонымен қатар және бір ескере кететін жағдай, егер сіздер де осы Ақ Кесене бекінісін көретін мақсатта келетін болсаңыздар, жол талғамайтын арнайы көлікпен келгендеріңіз абзал. Себебі Үшарал ауылы мен Ақ Кесене бекінісінің арасындағы жолдың сапасы өте нашар. Сол себепті біз осы сапарымызға өз көлігімізбен емес, Мейірбек ағамыздың жол талғамайтын Нива көлігімен арнайы сапарға шыққан болатынбыз. Осы Ақ Кесене бекінісіне барар жолымызда біз осы Үшарал ауылының табиғатының тамаша екендігін куәсі болдық. Төбешік құмдар, жол бойында орналасқан сексеуіл ағаштары және біз біле бермейтін жергілікті түрлі шөптердің иісі мұрынды жарып, осы сапарымыздағы барар жолдағы шаршауымызды басып жібергендей ерекше бір көңіл күй сыйлайды екен. Міне біз қазір осы құмның ішінде орналасқан Ақ Кесенені іздеп жүрміз. Мынандай қарап отырсаңыздар, мына жерде құмның ішінде сексеуіл, баялыш. Біз шамамен қазір Үшарал ауылынан 30 шақырым жерде жүрміз. Ақ Кесенені іздеп жүрміз. Соның жобасына келіп қалдық. Жанымда осы Үшарал және Түгіскен ауылының екі азаматы бар. Сол кісілер бізге жол көрсетіп жүр. Қазір Алла қаласа тауып қалармыз Кесенені. Ақ Кесенеге барар жолымызда жол бойындағы табиғаттың тамаша көріністерін қызықтай отырып, және бізге жол көрсетуші ағаларымыздың осы Ақ Кесене жайлы түрлі аңыз әңгімелерін ести отырып, Ақ Кесенеге қалай жетіп барғанымызды білмей қалдық. Міне біз айтылған Ақ Кесене бекінісіне келдік қазір. Мына жерде жазған деген 10-12 ғасырлар ескерткіш мемлекеттік қорғауында. Мына жерде осы ескерткіштің тарих жазылған QR код бар. Осы QR код теретін болсаңыз, осы ескерткіштің тарихы үшінде жазылған екен, қазақша, орысша және ағылшын тілінде. Ақ Кесене мұнарасы жайлы аңыздарға сүйенетін болсақ, бірде Қарахан хан Тараз қаласына бетпақтан өтіп келген керуанбасыны қабылдапты. Ханға деген сый сияпатты берген керуанбасы дат тақсыр депті. Сонда хан тұрып, датың болса айт деген екен. Ханның аяғына жығылған керуанбасы, о құдіретті күшті хан, мен жүрмеген жол, аспаған асу аз болар.
Бірақ таластан, терістіктегі құмнан қатерлі қауіпті жерді көргенім жоқ. 3 күндік жолдың азабы 3 айға бергісіз болды. Сол жолдың торабына қараңғы түнде жол көрсететін темір қазық жұлдызы сияқты белгі қойдырсаңыз, сізге Алланың нұры жауар еді депті. Сөйтіп көреген хан тараздық шеберлерге ақ кесене және көк кесене мұнараларын салдырыпты. Әрине, мұндай мұнаралы бекіністің сыртқы жаудан қорғану үшін тұрғызылғаны белгілі. Мұнараға саты арқылы көтеріліп, жоғарыдан бақылаушы жауынгер алыстағы жауды көріп, хабарды дер кезінде жеткізуге мүмкіншілік алатын болған. Қалыңдығы 3 метрлік қабырғалардан тұрғызылған бекіністі жаудың бұзуы да оңай болмаған. Ғасырдан сыр тартқан ақ кесене көпті көрген қарт кісідей талай тарихи сырды ішіне бүгіп, бүгінгі ұрпаққа да жетіп отыр. Сіздерге қалай көрінетін? Мынандай баспалдақтар бар. Ағаштан шықты. Баспалдақпен жоғары көтеріліп бара жатырмыз қазір. Енді жас кісілер болмаса үлкен кісілерге мына баспалдақпен шығу кішкене қиындық туғызуы мүмкін. Реконструкция, ана өткен нетір ғой? Темір арматура ғой. Кейін аран жақ болған, ашын су. Мына су ағарып істеген ғой, не? Су ағарып келген ғой. Мін, мына жерге труба қойған. Трубада мынаған ағады, мынадан мына кетеді ол труба үшін. Жоқ, жаңа жауын құлатпасын деп істеген ғой. Иә. Ана су ше, келеді де мына труба мынаған келеді. Соны мына қарай далаға шығарған пластик. Пластик труба салынып. Мына да келеді, мына судың бәрі келеді ғой. Бар. Мына шыға берсін, бәрін су шая берген ғой, мына жапқан ғой әлі. Ағашты кейін қойған ғой мына. Кесене басындағы белгіге сенсек, бұл кесене 10-12 ғасырларда салынғанын білетін боламыз. Ақ кесене өз заманында, қазіргі тілмен айтқанда, стратегиялық маңызы бар әскери нысан бекініс болған. Ақ кесенені қазақ хандығы тұсында да осы жердің жергілікті Ошақты руынан шыққан Саңырық секілді батырлары жоңғар шапқыншылығы кезінде әскери мақсатта пайдаланған. Уақыт өте келе кесене қабырғалары жауын шашыннан мүжіліп, бөлініп, қирай бастаған. Еліміз өз тәуелсіздігін алған соң ақ кесене тарихи ескерткіш ретінде мемлекет қорғауына алынып, күрделі қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Ақ кесене деген осы. Ал міне біз қазір сол айтылған атақты ақ кесененің төбесіне шықтық.
Оның бұл ішінде шамамен бір төрт қабат үйдің биіктігінде, мына жерден қарасаңыздар, айналаның бәрі анық көрінеді екен. Бұл жерде бұл Үшарал ауылынан, Талас ауданының Үшарал ауылынан шамамен 35 км шақырымда. Бұл жерді біз өзіміз таппайтын едік, себебі мына кісілер Мейірбек ағамыз бен Мәди ағамызға үлкен алғыс, Алла разы болсын. Осы кісілердің арқасында осы жерді тауып, біз сіздермен бүгін осы жаңалықтан бөлісіп отырмыз. Алла разы болсын сіздерге. Келіңдер, көріңдер. Мына жерге кеп көрулеріңізге болады, әбден болатыны. Арнаны түсіріп қойыңыз, арна 18 ғасыр, 17 ғасырларда соғылған нәрсе бұл. 17 ма 16 ма 16 кетіп қалды мүмкін бұл қашан Ақкесене. Бірақ 15 жыл бұрын не өткен ғой, бір жөндеу өткен ғой. Мен мына жерде қазір терпешекті көріп отырсыздар, мынандай баспалдақтар қойылған екен. Кейін негізі бұл жерде жөндеу жұмыстары жүргізілген болу керек, себебі төбесінде мына су ағар қойылған екен пластиктен. Терпешектермен қазір біз қайттан түсіп баратырық төмен. Аха. Дархан деп жазып. Bismillah. Ақкесене жайлы келесі бір аңызда кіші орданың билеушісі Әбілқайыр хан Талас өлкесінде көк кесененің түбінде қалмақтың өз темір тайшысынан жеңіліп сыр бойына шегінген екен. Ханның нақ сүйері үшін соғылған көк кесененің қасынан Ұса мен Зерен тайшылар ақ кесенені соқтырған. 1465 жылы Жәнібек пен Керей бастаған қазақ рулары Шу мен Мойынқұмға келіп, мемлекет құрып, шекаралық аумағын кеңейту барысында батысқа қарай жылжыған кезде Ұсан мен Зерен көк кесене мен ақ кесенені тастап қашып кеткен деген аңыз бар. Ал құрметті көрермендер, мынау Ақкесене деген 10-12 ғасырда соғылған деген дерек бар. Мына жерге жазып қойыпты. Ол енді ғалымдардың енді жазғаны ғой. Ол енді сол кезде соғылған Ақкесене бекініс. Соған келіп тұрмыз. Мынау Үшарал Сақбозынан 33 километрдей жерде құмға қарай шығатын жақта. Сонына келіп, түсіріп, көріп атырық, ішіне кірдік, төбесіне шықтық. Енді керемет келіп көруге болады. Арнайы келіп көріп, түсіріп, суретке түсіп. Қазақтың кең даласы, айналаның бәрі 8 ауыл. Ну дала, күн батып баратырмыз жайлап. Керемет жер. Қазір 2023 жыл. Міне, оны мынау Мәди деген. 8 шілде бүгін ағайындар. Ассаламалейкум. Оны мына Мәди деген. Мынау енді бүгін бауырларымыз кеп қалған екен осы жерге міне. Жаңа айтып жатыр ғой құмда. Сіздердің арқаларыңызда Аха. Рахмет. Мынау енді осыдан 15 жыл кейін неден өткен жөндеуден. Аха. Жасалған жеңіл жел бақа жасалып. Солына бауырларымыз келген екен, көрсетіңізші аға деп. Соны келіп көріп түсіріп атқан жайымыз бар енді. Ал іске сәт бауырым. Алла жолыңызды аға оң қылсын. Қаяқта болса да абыроймен атаққа ие болып жүре беріңіз. Алла тағала соған нәсіп етсін. Міне қазір кеш батты. Біз Ақкесененің қасындамыз. Қазір қарап отырсаңыздар. Кеш батып кетер, табиғаттың тамаша көрінісі. Жан жақтың бәрі андай баялыш.
сексеуіл Ақкесенің жаны тұрған жеріне келсеңіздер өкінбейтіндеріңізге сенімдімін. Біз енді осы Ақкөл орманшылығының инспекторымыз, қорықшымыз, өрт қауіпсіздігіне байланысты осы жерде отырық. Артық қимылдар болса, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз, қараймыз. Молодец, енді өздеріңіз елеп ескеріп келіп жатқандарыңызға. Осындай белгі бар еді, осы жақта жер бар еді деп. Біз енді мынау Көшек деген ауылдан болам. Нұрмахан Серік, Ақкөл орманшылығының күзет қорықшымыз. Мына жігіт Шоралтікі, Ысқақ Өмірбек, жігіт инспектор. Ақкесене жайлы сапарымыздан ойға түйгеніміз облысымыздағы тарихи, мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру басты міндетіміз. Өйткені келер ұрпақ бұл жәдігерлерді көруі тиіс. Тарихындағы өз дәстүр жалғастығын тауып ұстана білген ел үшін оны бүгінге жеткізген көк түріктің ұрпағы қазақ халқы үшін өткені мен бүгінін жалғастырар, сабақ тастырар осындай мұралары еліміздің бір тұтастығына қызмет етер ұлтымыздың ең басты байлығы болып қала береді. Адырын қопарса, астынан қола шығатын, қабырын асса, астынан алтын адам шығатын қазақ даласы тарихи ескерткіштерге өте бай. Тарихи ескерткіштер тамырластықты білдіруші зат ретінде әрі тарихындағы өз дәстүр жалғастығын тауып ұстана білген ел үшін ең басты байлығы болып қала береді. Өткенге құрмет, келешекке үлгі ретінде мәдени тарихи жәдігерлерді зерттеу, жүйелеу, қорғау және сақтау, оларды ұдайы насихаттап отыру біздің азаматтық борышымыз. Ескерткіш болсын, қорған болсын, қорым болсын, бәрі де өнер туындысы. Осы өнер туындыларына қарап, өскелең ұрпақ ойланады, ой түйетін болады. Осымен біздің бүгінгі Ақкесене жайлы бейне блогымыз аяқталды. Құрметті арнамыздың көрермендері, арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, арнамыздың сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін дейміз, ағайын.